Сырлы тылсымға толы қиыр бір шетте, қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен дүниезада айналдырып құбыжыққа, Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен, Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Кәрімнің дертіне шипа іздеп шыққан бізді Сандыбат Бақбақ аралына алып баруға келісті. Алайда біз шыны қаланың патшасы Юнанмен ерегесіп қалдық. Сандыбат тұтқындалды. Ол босау үшін шын жүректен кешірім сұрау тиіс еді. Енді біз сапарға аттануға дайынбыз. Елес жайлаған Сүлейман кемесі. Сонымен, алысырақ тұрып данышпан жанның шеберлігін тамашалаңыздар. 1, 2, 3. Сен үшін бастағаным жақсы болды. Тамаша. Бұйрық берілісімен сапарға аттанамыз. Теңізші Сандыбатқа бұйыратын ешкім болмағандықтан, шамамен 5 минуттан кейін жолға шығамыз. Сен неге бұлай қимылдап жатырсың? Теңізге шығар алдындағы жаттығу. Көк теңіздің буырқанған толқынын былқ етпестен еркін қарсы алатын боламын. Кәрім қайда? Оны көрмегеніме бірнеше сағат болды. Кәрім! Кәрім, сен мұнда не істеп жатырсың? Саған бәрібір болса да, теңізге шыққанша осында жасырғаным дұрыс. Неге? Мұнда адам көп. Қойшы, Кәрім, несіне уайымдайсың? Бұл кемежай екенін есіңнен шығарма. Шахзаманның хабарландыруына бола алаңдама. Оны білем, дегенмен... Ештеңеге алаңдаудың қажеті жоқ. Ол дұрыс айтады. Бұл кемежай ғой. Мұнда сенен де өткен небір кеміс адамдар толып жүр емес пе? Әй, мәселен, ана жігітке қараңдаршы. Дәл сондай дәу құлақты көріп педіңдер. Кешіріңіз, мырза. Сіз естіп қояды деп ойламаппын. Бәсе, андағдай дәу құлақ естімей қайтсын. Көңіліңе алма. Сені қайтып бұрынғы адам кейпіңе келтіреміз. Мұна мендей құбыжық үшін осыншама қиындықпен қауіп-қатерге бас тікпекшісіңдер ме? Мұна түріммен мен қалай ғана патша болмақпын. Қараш, анау кемені көріп тұрсың ба? Иә, не бопты? Алтын қаладан келген босқындар. Шаршап, ашыққан олар құр киім-кешектерін арқалап тентіреп жүр. Шахзаман? Дәл солай, бауырың оларды салықпен қанап жатыр. Кедейліктің зардабынан олар елінен кетуге мәжбүр. Осының бәрі менің туған ағамның әрекеті. Алтын қаланың тұрғындары аштықтан қырылмай тұрғанда өз орныңды тауып таққа отыруың керек. Ендеше уақытты созбай, дереу жолға аттанайық. Желкенді көтер. Хоп, болады. Бұл Сүлейман. Кім? Сандыбаттың кемесін айтам. Ой, ақмақ сұлтан, ал қонуға дайындал. Апырай, мына шыбын шіркей қаптаған жерде не қып жүрміз? Жүр, тындыратын бір іс бар. Мінгірлей бергенді доғар. Маған қолын тигізуге кімнің дәті барды? Сіз осы кемежайдың капитанымысыз? Иә, қателеспесем сіз Алтын қаланың сұлтаны боларсыз. Бұл қалаға не бұйымтаймен кеп қалдыңыз? Демалысты жағажайда өткізейін дегенбіз. Иә,
өзімізбен тіпті шелек пен күрек те ала келдік. Ескертіп қояйын. Бұл кемежай қаласа, мұнда сіздің билігіңіз жүрмейді. Сондықтан тек осы қаланың заңына бағынуыңызға тура келеді. О, не дегеніңіз, кемежай капитаны? Біздің заңға қайшы әрекет етпейтінімізді жақсы білетін боларсыз. Хабарландыру жасап, қаламызға іліп тастаған екенсіздер. Бұл кемежайдағы әрбір адамға ерікті. Тіпті Харун Халидтің қызы мен оның құбыжық досы да. Егер оларға саусақтарыңыздың ұшын тигізетін болсаңыздар, мен... Жоқ, ондай жаман ойдан аулақпыз, кемежай капитаны. Біз мұнда теңіздің керемет ауасымен тыныстап демалып қайтуға келген едік. Иә, қайыққа отырып, тәтті мақта жеп, электромобильдер қай жақты өзі? Кемежай капитаны, сізге қояр сұрағым бар еді. Айта беріңіз. Біздің сұлтан сауда байланысын нығайтпақшы. Сөйтіп қалаларыңызға құнды тауарлары бар, бірнеше кеме жөнелтпек ойы бар. Сөйтіп пе? Тыныш. Мұнымен не айтпақсыз? Заң бойынша қандай кемелердің кемежайға кіруіне тыйым салынушы еді? Айтыңызшы. Түрлі індет пен оба кезінде ғана тыйым салынады. Түсінікті. Сосын елес жайлаған кемені де. Елес кемені ме? Иә, солай. Кемежайда жын жайлаған елесі бар кемелерге орын жоқ. Бізде заң солай. Бұл қызық екен. Амал, елес деді ме? О, тәңірім сақтай көр. Қане достар, байлауын шешіп, желкенді көтеріп, сапарға аттанайық. Сапарымыз сәтті болсын. Бұндай айтолы сәтте, әдетте мен мәнерлі үнмен, адамды жігерлендіретін бір ауыз сөз айтып барып сапарға аттанушы едім. Інжу Маржан! Інжу Маржан? Сандбат, мұнда кенсің ғой, қалайсың қымбаттым? Бұл кім? Өтінем, Маргана, қой, жолаушылардан ұят болады. Жолаушылар несі? Романтикалық теңіз саяхаты ма? Осы аптада шығушы ма едік? Қызық екенсің. Өтірік ұмытып қалдың ба? Иә, ұмытқансып тұрмын. Жолаушылар, бұл сапардың сіздер үшін маңызды екенін білем. Алайда қымбатта қалыңдығымның романтикалық саяхатқа шыққысы келеді. Түсіністік танытатын шығарсыздар. Сандбат мырза, біз сол үшін жолдан қалмайтын шығармыз. Келісіміміз қайда? Ол кім өзі? Ол ма? Ол әншейін... Мәссіған, өз көзіме өзім сен алмай тұрмын. Бұл сенбісің, мен Марганамын. Кәрім, сен менен қорққан жоқсың ба? Сенің суретің бүкіл жерде ілініп тұр. Алайда сенімен бетпе-бет кездесемін деп ойламаппын. Апырай, сен де мені таң қалдырдың. Менің не жасағанымды әйтеуір бір көрер деп үміттенген едім. Қарашы, сені өз қолымнан жасаған кәмпиттермен бейнеледім. Ағам осы кәмпиттерді базарда сатады. Оны бәрі жақсы көреді. Көзіңді дұрыс келтірмеппін ғой. Шындығында көздерің терең ойлы, түпсіз тұңғиық екен. Рахмет. Солай ма? Ал менің көзімше? Ал, жарайды, рахмет сізге. Ренжімесеңіз сапарға шығайық. Тамаша, ендеше мен де шығайын. Қайта сендермен бірге саяхаттағаным қызығырақ. Мақұл, жақсы. Жоқ, болмайды, капитан Сандбат. Ол бізбен бірге бара алмайды. Бұл біз үшін өте маңызды сапар. Қайта оның көмегі тиеді. Бізге жақсы жол серік болады. Дұрыс айтасың, қымбаттым. Қараңдар, мен бішкені орнынан қозғап көрейін. Мәссаған, күші көп екен. Оны мен істемедім. Не болып жатыр? Сандбат? Мен қайдан білейін? Сандбат! Апырай, бұл не сұмдық? Аманымда орнымды табайын.
Сандбат, кемеңе не болғанын айтшы. Теңіз капитаны үшін бұдан асқан қорлық бар ма десеңші? Нені айтып тұрсың? Кемемді еле шайлады. Немені? Шай 2 күміс дейін тұра ма? Менің кім екенімді білемісің? Мен Шахзаманмын. Мына алтын қаланың патшасы. Айыпқа бұйырмаңыз, сұлтан. Онда сізге 4 күміс тиын болмақ. Солай. Мынауың жөн енді. Ей, бұл көп қой. Маған мыналарды кімнің жасағанын айт. Қанеки. Мен оларды базардағы бір саудагерден алам. Оның жиені жасайтын көрінеді. Ендеше оған, ендігі жолым маған ұқсатып жасауын тапсыр. Егер ана қыбыжық кәрімнің бейнесі кәмпитте жүрсе, мен де қалыспауым керек. Жақсылап жасасын. Не? Кемежай капитаны. Маңызды бірдеңе айтайын деп пе едіңіз? Сіздің менің бейнемдегі кәмпиттердің таяқшамен болғаны дұрыс па? Капитан, сізді мұнда елес жайлаған кеме жайлы айтайын деп әдейі шақырған едім. Иә, қай кемені айтып тұрсың? Оны өз көзіңізбен көргеніңіз жөн болар. Ана жақта. Барып көрейін. Елес пе? Ондай әңгімені кім айтып жүр сізге? Менің кемемде ме? Бұл сандырақ. Кім көрінгенге сене бермегеніңіз жөн. Капитан Сандыбат, кемеңіздің астан кестеңі шапты. Оған не деп жауап берер едіңіз? Сапар алдында жаттығып жатқан едік. Кеменің ішін жинағанмен жаттығу кезінде қайта шашылып кетеді. Әй, жарайсыңдар, сандықты көтеріп қайта орнына қойып үйреніңдер. Бұл не сұмдық? Әй, қызық-ай. Келіңіз, отырыңыз. Жоқ, рахмет. Не де болса, бұнда бір сойқанның болып жатқаны анақ. Солай ма? Неге? Енді иығымды ауыртып алдым. Енді көзім жетті. Кемеңді елес шайлапты. Беделіңді ескере отырып, капитан Сандыбат. Саған бір мүмкіндік бермекпін. Енді елестің кемежайдағы өзге кемелерге тарауына жол бер алмаймын. 2 сағаттың ішінде кемең айлақтан кететін болсам. Ал егер кетпесе ше? Онда оны суға батыруыма тура келеді. Қандай елес шайласа да суға кететін болады. 1 сағат уақыт берем. Түсінікті. Енді сапарға аттануымызға тура келеді. Елес шайлаған кемемен бе? Одан да оның көзін құртайық. Сонша айқайлағаның не? Керең емес, біз естиміз. Түсінсем бермасын. Жап-жақсы кемен аяқ астынан елес жайлағаны қалай? Оның жауабы бар сияқты. Дүниезада. Шахризада, кемелерің жайлы жағымсыз хабар естідім. Айтпақшы, бүгін кемелер төмен бағамен сатылып жатыр. Тек бүгін ғана елес жайлаған кеменің құрметіне. Кейінірек, қазір бір кісіге жолығуым керек. Мынадан ауыз дейсеңші. Мынау әлгі? Таныдың ба? Соған ұқсайм екен? Шахзаман ба? Осының бәрін менің жиенім жасады. Сіз Маргананың ағасысыз ба? Сен оны танисың ба? Ол қайда жүр? Маған керек еді. Сұлтан кәмпитке тапсырыс берген болатын. Оны таба алмасам, мына қолымдағы қалғанның бәрін беруге тура келеді. Меніңше, олай істеудің қажеті жоқ. Мынау ма? Бұның қай жері маған ұқсап тұр. Менің бойым ұзын ғой. Ал мынау жуан әрі мыртық біреу. Қайтып жасап әкел. Сен місің? Азаматтар, сұлтандарыңды қорғаңдар. Ұстаңдар ананы. Сіз Кемежай қаласындасыз, Шахзаман. Бұл жерде әміріңіз жүрмейді. Өй, құрып кеткір. Осы жерді жек көрем. Шахризада, теңізге сапарға шықпақ едіңдер ғой. Апырай,
Әлі кетпегенсіңдер ме? Бір бәлеге тап болдыңдар ма? Кемемізге не істегеніңді білмеймін. Алайда кеме жай капитаны бұны естісе, бей-жай қарамаса анық. Нені естісе? Біздің осы жерде шай ішіп отырғанымызды естісе ме? Енді бізді жайымызға қалдырғаның жөн болар. Шайларың дәмді болсын, кәмпиттерің де. Тура сізден айнымайды екен. Ей, андағылар елес емес, жын болып шықты. Екеуін дүниезада жүзігіне қамап ұстаушы еді ғой, есіңде ме? Енді ол көмекшілерін бізге айдап салыпты. Халил қайда? Әлі тығылып жүрме? Мен мұндамын, тығылып жүрген жоқпын. Мен кеменің ішін жуып жатқам. Сен де жынсың. Жын не істесе көзге көрінбеуі мүмкін. Көрінбейтін жын ба? Ондайды естіген емеспін. Сонда жындардың көрінбеуі мүмкін емес пе? Мүмкін. Бірақ сұйық елес сіріндісін енгізгенде ғана көрінбейтін болады. Бірақ ондай зат ешкімде жоқ қой. Ол тек мыстандарда ғана болу мүмкін. Дүниезада сияқты да ма? Иә, дәл солай. Қап, енді оларды қалай тоқтатамыз? Халил, жынды тұзаққа түсірудің жолын білмеуші ме едің? Тұзаққа түсірудің бе? Жоқ, ондай Сақина қайдан болсын? Сақина де, бәсе, оларды ұстау үшін бізге дүниезаданың жүзігі керек. Оны қалай аламыз? Оны саусағынан өлсе де шешпейді. Бір амал табылып қалар. Жақсы, Маргана, бізге көмектеспекші едің ғой. Бір мүмкіндік берейін. Міне, жаман емес. Маргана, мынаған қарап бағасын берсеңші. Асығыспын аға. Бұдан не шығармақшы едіңіз? Көлік басып кеткен бақаны ма? Мақұл, өзің аяқтарсың. Өзіңнің кергенің жақсы болды ғой. Мына жерден алып кетейін. Айтпақшы, тағы да бір арнайы тапсырысым бар. Дайындалыңдар. Кеменің астыңғы жағын көздеңдер. Оны бір оқпен батырамыз. Өтінем, кеме жай капитаны. Тоқтаңыз. Атушы болмаңыздар. Сандбаттың кемесін елес жайлады деген өтірік болып шықты. Бикеш, сонда мені кемеде не болып жатқанын көрмей тұр деп ойласаңыз, қателесесіз. Иә, бірақ дүниезада... Уақытыңыз бітті. Андағы жерден былай кетіңіз. Халил, маған сенің көмегің керек. Менікі неғып дұрыс шықпай жатыр. Мен сұлтанмын. Жақсылап жасауды бұйырамын. Сұлтан, ханым, біз таныспыз ба? Сапасы төмен кәмпиттеріміз үшін кешірім сұраймын. Ағам қолынан келгенін жасады ғой. Дегенмен мынаны көріп риза болатын шығарсыздар. Бейне бір өзімді айнадан көргендей болдым ғой. Тіпті көзімнің жарқылына дейін келтіріпсің. Ал мынаны сізге жасап әкелдім, ханым. Шыны керек, өте әдемі жасалыпты. Таңғалып тұрмын. Керемет. Тағы не жасай аласың? Ұнағанына қуаныштымын, ханым. Әшеки кәмпит жасау менің кәсібім. Мына Сақина сұлтанның жарына лайық болар ма екен? Көріңізші, қане тағып көріңіз. Тарт қолыңды сен қыз. Мені ақмақ деп ойлайсың ба? Кешіріңіз, мен тағып көрсетейін деген. Менің қолымнан ұстауға қалай ғана дәтің барды. Кешіріңізші, мен әдейі істеген жоқпын, ханым. Жоғалып көзіңді. Иә, қайта айналып келіп жатсаң, тағы кәмпит ала келуді ұмытпа. Мен оларды ұстаған сияқтымын. Ұстап көр бәлем. Порт капитаны маған құлақ асар емес. Халил қолынан келген жасады. Бәріміз жабылып кемені қозғалтуымыз керек. Кемені бір ғана бағытқа жылжыта аламыз. Төменге, айтпағым оны суға батыру.
ендеше басқа амалымыз жоқ. Бұл кемеден аулақ кетейік. Сендер кете беріңдер. Капитан кемесімен бірге суға кетеді. Қош бол менің серігім. Су түбінде кездескенше. Дайынсыңдар ма? Бастаңдар! Мен не дедім? Сен бұйрығымды түсінген жоқсың ба? Қымбаттым. Қайда жүрсің? Әкелдім. Енді не істейін? Бол, олар тағы да тайып деп жатыр. Сыртында жазуы бар екен. Зұлым жандар, бұйрығымды тыңдаңдар. Маған ғана бой ұсынып, маған ғана бағынасыңдар. Әміріңізге құлдық ханым. Жүзікке кіріңдер. Апырай, анау тағы не сұмдақ? Кемежай капитаны, тоқтаңыз. Елес енді жоқ. Сенбесеңіз тексеріп көріңіз. Тым кеш, енді бәрі маған байланысты. Достарым үшін өмірімді қиюға тиіспін. Қош бол жалған. О, тағдыр-ай, о, сұм тағдырдың қаталын-ай. О, сәл болмағанда өмірімді қия жаздадым. Ештең етпейді. Бастысы бәріміз аманбыз. Не болып жатыр өзі? Мына кеме әлі тұрма? Аналар неге оны атпай тұр? Қарашы, аналар не істегелі жатыр? Қайран жүзігім, қалай ғана? Сарай күзетшілерін шақыр. Суда жүзіге арналған киімдерін ала келсін. Жылдам. Бір сағаттың ішінде аттанамыз. Кеш батып барады. Оның үстіне жел де жоқ. Оның рас. Ендеше ертеңгі сағат 7-де шығамыз. Жоқ, 7 емес, 9-да шығайық, ұйқым қанбай жүр. Маргана, басында сені менсінбегенім рас. Алайда көмегің үшін ризамын саған. Кешірші мені. Иә, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып әрекет етіп дегенімізге жеттік. Енді шығаратын компьютердің жаңа үлгісін мен ұсынсам бола ма? Сонымен, бізбен бірге сапарға аттануға қалай қарайсың? Көмегің тиіп қалар. Оған күмәнім жоқ. Экипажымыз толық елес атаулыдан құтылып, жақсы көңіл күймен сапарға аттандық. Десек те, теңіздің арғы жағында қандай қауіп күтіп тұрғанын білмедік. Алайда, бұл жайлы басқа күні баяндап беремін.